Қайырлы күн қыздар, бүгін өте дәмді болып шығатын безе мен печенье дайындайтын боламыз. Ең алдымен ұнға сармай қосып, үгітіп, крошка дайындап аламыз. Және де крошкамызға сметана, жұмыртқа, разрыхлитель қосып, барлығын жақсылап илеп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырды бірден бірнеше кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Енді ішіндегі безесін дайындаймыз. Ауызымызға қант қосып, пышный масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Біздің начинкамыз дайын болды. Енді жаңағы кішкентай бөліктерге бөлген қамырымызды жаямыз, біркелкі домалақ етіп. Ішіне жаңағы беземізді және де үстінен грек жаңғағын себеміз. Содан соң видеодағыдай орап, жақсылап шеттерін жабыстырып шығамыз. «180 градуста қызып тұрған пешімізге 40 минутқа салып пісіріп аламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген рецепттер бар. Осымен біздің қазіргі хит болып жатқан печеньелеріміз дайын. Баршаларыңызға ас болсын.